Қайырлы кеш, достар. Бүгін бізде топографиялық анатомияның екінші бөлімін талдайтын боламыз. Бүгінгі сабақта біз жалпы санның алдыңғы аймағының топографиялық анатомиясынан бастап, бұл жерде маңызды болып келетін сан үшбұрышына, жапқыш каналға, әкелуші каналға тоқталамыз. Одан кейін барып, санның артқы аймағының топографиялық анатомиясына өтеміз. Саннан кейін тізе аймағының топографиялық анатомиясын талдайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Санның алдыңғы аймағының топографиялық анатомиясына бастайтын болсақ, regio femoralis anterior. Жалпы санның алдыңғы аймағын жоғарыда іш аймағынан бөліп тұрған, ол бізде шап байламы ligamentum inguinali болып табылады. Бұл бізде ligamentum inguinali, яғни шап байламы, ол жоғарғы шекарасы болса, төменгі шекарасы бізде тізе үсті, яғни надколенниктан екі елі жоғары жүргізілген шартты сызық. Біз төменгі шекарасы деп қабылдаймыз. Жалпы сан аймағында өте маңызды құрылымдарға бізде сан үшбұрышын және дағы сан грыжасы кезінде ғана кездесетін сан каналын, әкелуші каналды және дағы жапқыш каналды көреміз. Жалпы бірінші сан үшбұрышынан бастайтын болсақ, тригонум феморали. Оның шекаралары: жоғарғы шекарасы шап байламы ligamentum inguinali. Ал медиалды жағынан бізде озон әкелуші болып шығады musculus adductor longus. Ал латеральды жағынан тігінші болып шығады musculus sartorius. Яғни біз осылай сан үшбұрышының шекараларын анықтап алдық. Енді сан үшбұрышының біз послойына қарастырайық. Бірінші теріден бастаймыз. Бұл жерде тері өте жұқа болып келеді және дағы қозғалмалы болып келеді. Одан кейін тері асты клетчатка. Тері асты клетчатка бізде беткей фасция арқылы екі жапырақшаға бөлінген. Бұл жерде қан тамырлары, лимфа тамырлары, терілік нервтер орналасады. Яғни терілік нервтер бізде бел өрімінен келеді. Жалпы мықынның қырынан төмен қарай бізде алдыға тері асты клетчаткада терілік сан нерві, nervus cutaneus femoris lateralis орналасады. Жыныс сан нервінің тармақтары болады, және дағы жапқыш нервтің терілік тармақтары болады. Яғни бұл тері асты клетчаткадағы қан тамырлар. Одан кейін бізде енді әрқайсына жеке-жеке тоқталсақ, бізде беткей артерияларға келейік. Беткей артериялар бізде көріп тұрмыз мына жерде. Артерия феморалисті көріп тұрмыз ғой, сан артериясы. Сан артериясынан бізде беткей үш артерия кетеді. Яғни біріншісі артерия эпигастрика суперficialis, беткей құрсақ үсті артериясы. Бұл бізде сан артериясынан шығады да кіндікке қарай бағытталады. Ал одан кейінгі артерия циркумфлекса илиака суперficialis, яғни мықын сүйегін айналып өтетін артерия. Бұл бізде латеральды бағытта кетеді. Және дағы сыртқы жыныс артериясы. Артерия pudenda externa. Бұл бізде медиалды бағытта жүреді дағы, ер адамдарда баратта оманы қанмен қамтамасыз етіледі, ал әйел адамдарда жаңағы үлкен жыныс ернеулерін қанмен қамтамасыз етеді. Және дағы тері асты клетчаткада бізде вена сафена магна осы сан үшбұрышынан жоғары көтеріліп, хиатус сафенусқа дейін жетеді. Және дағы сан үшбұрышында біз осы сан үшбұрышының именно тері асты клетчаткасында лимфа түйіндерінің үш тобына ажыратамыз. Оны басқа суреттен көрсетейін қазір. Осы суретте бізде жалпы сан үшбұрышының именно тері асты клетчаткасында орналасқан лимфа түйіндері өте жақсы көрсетілген. Жаңа айтып өткенімдей, лимфа түйіндерінің біз үш тобына ажыратамыз дедік. Біріншісі ол беткей лимфа түйіндері, яғни ноди, лимфоиди, inguinalis, superficialis, inferioris. Бұл жерде 4 деген цифрменен көрсетіліп тұрған лимфа түйіндері, яғни ол лимфаны полностью аяқтан төменгі жақтан қабылдайды. Ал мына жерде біз 5 пенен 6, 5 ол медиалды лимфа түйіндері, 6 ол бізде латеральды лимфа түйіндерін көреміз. Бұл бізде медиалды және дағы латеральды лимфа түйіндері лимфаны кіндіктен, төменгі аймақтан, сыртқы жыныс мүшелерінен, шатаралықтан, бел бөксе аймағынан қабылдайды. Жалпы осыменен лимфа түйіндері сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Біз теріні, тері асты клетчаткада орналасқан қан тамырларды, лимфа түйіндеріне тоқталдық. Енді тері асты клетчаткадан кейін бізде меншікті фасция немесе жалпақ фасция деп жатады. Фасция латта.
мына суретте көріп тұрмыз, түйіндердің артында бізде фасция орналасып тұр, сол фасцияға тоқталатын боламыз. Мінекей көріп тұрғанымызда бұлшықеттердің барлығы мына жерде үстінен жабатын бұл фасция латта. Фасция латтаның астында бізде бұлшықеттер орналасқан. Мына жерде көріп тұрғанымыз бұл меншікті фасцияның беткей табақшасы. Яғни меншікті фасцияның беткей табақшасы бар, және дағы оның терең табақшасы бар. Бізде меншікті фасцияның мынау көріп тұрған беткей табақшасы, бұл бізде мына сан артериясы, сан венасының алдынан, яғни алдынан байланып жабады да, байытта мына шап байламына барып бекінеді. Жалпы мына фасция латтаның именно беткей табақшасы құрылымы жағынан андай біркелкі болмайды, яғни ол борпылдақ болып келеді. Және дағы тігінші бұлшықет, мінекей көріп тұрмыз ғой, мускулус сарториустың тұсында ол бізде жаңағы құрылымы жағынан сыртқы шетінен тығыз болып келеді, және дағы медиалды жағынан борпылдақ болып келеді дағы. Осы жерде бұл фасция бізде фасция криброза, яғни торлы фасция деп аталады. Жалпы беткей табақшада бізде осы именно меншікті фасцияның беткей табақшасы шап байламынан төмен тесік хиатус сафеникус, осы терасты май тесігі деп, подкожная щель ғой орысша болған кезде, яғни хиатус сафеникус түседі. Жалпы хиатус сафеникус ол бізде терасты клетчаткадан фасциясы кеңістікке үлкен терасты венасы, вена сафена магна орналасады. Қазір сіздерге осы хиатус сафеникусты мен сіздерге басқа суреттен көрсететін боламын, мына жерде анық көрінбеген. Мына суретке назар аударатын болсақ, именно бір деген цифрменен көрініп тұр ғой, көріп тұрмыз ғой, подкожная щель. Яғни бұл осы бізде хиатус сафеникус болып табылады. Осы көріп тұрмыз, хиатус сафеникус арқылы терасты клетчаткадан фасция асты кеңістікке бізде үлкен тера асты венасы, вена сафена магна кетіп тұр. Вена сафена магна, вот 3 деген цифрменен көрсетіліп тұр. Яғни осы вена сафена магна өтеді. Жалпы осы хиатус сафеникустың орақ тәрізді алдыңғы жиегі бізде марго фальциформи, және дағы жоғарғы төменгі мүйізшелерін көреміз. Бұл бізде хиатус сафеникус сан каналының беткей тесігі болып саналады. Жалпы сан каналы деген кезде айтып кетейін. Сан каналы тек қана грыжа кезінде ғана болады. Есте жақсылап сақтап қалуымыз керек, біз сан каналы нормада болмайды. Тек қана грыжа кезінде осы фасция латтаның беткей және дағы терең табақшаларының арасында сан каналы түзіледі. Именно беткей тереңнің арасында түзіледі, бірақ нормада болмайды. Одан кейін келесі енді терең табақшасына өтейік. Біз осы талдағанымыз беткей табақшасы болды меншікті фасцияның. Жалпы терең табақшасы, келесі бізде меншікті фасцияның терең табақшасы. Бұл терең табақша бізде көріп тұрмыз, тігінші бұлшықет мускулус сартористан ішке қарай, тереңге қарай жүреді дағы, сан артериясы, сан венасының астыменен жүреді. Бұл фасция бізде тігінші бұлшықеттен басталады дағы, мына ұзын әкеліші бұлшықет мускулус аддуктор лонгусқа дейін жетеді, лонгусқа дейін тартылады. Шетеді дағы, осы мускулус аддуктор лонгустың тұсында меншікті фасцияның беткей, мынау беткей фасциясы, және дағы беткей табақшасы, және дағы терең табақшасы екеуі бірігеді. Жалпы бізде терең табақша именно осы мықын бел фасциясымен, қасаға фасциясымен бірігеді. Терең табақша бізде фасция илиопектиная деген атпен санның ұзын бұлшықетіне дейін жетеді. Яғни беткей табақшаны біз фасция криброза деп атасақ, терең табақшаны фасция илиопектиная деп атайды екен біз. Енді біз жалпы осы меншікті фасцияның жаңағы терең беткей табақшалары осы жерде орналасқан бұлшықеттердің әрқайсысын жеке-жеке қоршайды дағы футляр түзеді. Яғни олар қалай футляр түзеді, қалай жаңағы қоршайтынын білу үшін олар бір-бірімен жаңағы мына фасциялар бұлшықеттерді қоршаған кезде бір-бірінің арасына өтіп перегородкалар түзеді. Жалпы бұл перегородкалар, яғни бізде жаңағы меншікті фасциядан түзіліп тұр ғой, олар сан аймағын бізде 3 аймаққа, 3 құндаққа, яғни орысша айтқанда ложа дейміз, қазақша құндақ, 3 құндаққа бөлінеді. Санның алдыңғы құндағына бөледі, санның артқы құндағына бөледі, және дағы санның медиалды құндағына бөледі. Енді осы құндақтың ішіне не кіреді? Соған тоқталып өтейік.
бірінші санның алдыңғы фасциалды құндағы compartimentum femoris anterior. Жалпы алдыңғы фасциалды құндақта бізде сан үшбұрышы және дағы оның құрылымдары орналасқан. Бұл жерде қандай бұлшықеттер орналасқан, яғни бірінші бізде мықын бел бұлшықеті musculus или psoas. Мінекей көріп тұрмыз, мынау сан үшбұрышы деп қарастыратын болса, мінекей мынау көріп тұрғанымыз musculus или psoas, яғни мықын бел бұлшықеті және дағы musculus pectineus, қасаға бұлшықеті. Осы екеуі бізде сан үшбұрышының түбін, дносын түзіп тұр, иә. Және дағы бұдан бөлек бізде musculus tensor fascia lata және musculus sartoris тігінші бұлшықет бізде алдыңғы фасциалды құндаққа жатады. Енді санның артқы фасциалды құндағы. Санның артқы фасциалды құндағына бізде санның екі басты бұлшықеті, мінекей musculus biceps femoris, яғни оның ұзын басы және дағы қысқа басы caput brevi, caput longum. Бұдан бөлек бізде musculus semimembranosus, яғни жартылай мембраналы бұлшықет және дағы жартылай сіңірлі бұлшықет semitendinous, яғни осы екі бұлшықет және екі басты бұлшықет кіреді екен. Енді келесі бізде медиалды фасциалды құндаққа бізде ұзын әкелуші бұлшықет және дағы қысқа әкелуші бұлшықет кіреді. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Тағы да бір қайталап өтейік. Алдыңғы фасциалды құндаққа мықын бел бұлшықеті, қасаға бұлшықеті, тігінші бұлшықет және дағы musculus tensor fascia lata кіреді. Медиалды құндаққа ұзын әкелуші бұлшықет, қысқа әкелуші бұлшықет жатады. Одан кейін артқы фасциалды құндаққа екі басты бұлшықеттің ұзын басы мынау, көріп тұрғаныңыздай қысқа басы. Одан кейін жартылай мембраналы бұлшықет, жартылай сіңірлі бұлшықет артқы фасциалды құндаққа кіреді. Осымен біз енді сан аймағының фасциясын толық талдап кеттік. Енді фасция асты қабатқа өтеміз, яғни подфасциальный слой. Келесі бізде подфасциальный слой, яғни фасция асты қабат. Бұл жерде біз мән беруіміз керек екі шұңқырға, яғни бұлшықет шұңқыры және дағы қантамыр шұңқыры, lacuna vasorum, lacuna musculorum. Жалпы бұл екі шұңқырды бізде мына жерде көріп тұрмыз ғой, именно үшінші цифрменен тұр arcus iliopectinae, яғни мықын қасаға доғасы арқылы бізде шап байламы менен мықын қасаға сүйегінің арасында екі шұңқырға бөліп тұр, иә. Біріншісі жоғарыдағысы ол бұлшықет шұңқыры, яғни lacuna musculorum, осы бұлшықет шұңқыры, ал одан кейін осының астындағы қантамыр шұңқыры lacuna vasorum. Енді біз бірінші бұлшықет шұңқырынан бастап қарастырайық. Lacuna musculorum, оның шекаралары алдынан шап байлама ligamentum inguinale, артынан қасаға сүйегі тұр. Ал медиалды жағынан бізде мінекей көріп тұрғанымыз мықын қасаға доғасы arcus iliopectinae үшінші цифрмен тұр. Бізде бұлшықет шұңқырының құрамында мықын бел бұлшықеті, яғни musculus iliopsoas, сан нерві, nervus femoralis және дағы nervus cutaneus femoris lateralis, латеральды сан нерві болады. Жалпы бұлшықет шұңқырының клиникалық маңызы ол, мысалға бізде омыртқа денесінің туберкулезі кезінде ірің бізде сан аймағынан осы шұңқырға өтуі мүмкін, осы бұлшықет шұңқырына өтуі мүмкін. Одан кейін келесі бізде енді қантамыр шұңқыры lacuna vasorum. Бұның да шекаралары алдынан көріп тұрмыз шап байлама ligamentum inguinale, артынан қасаға байлама ligamentum pectinale, немесе қасаға байламын бізде айтады Куперов байламы деп атайды. Ал латеральды мықын қасаға доғасы arcus iliopectinae. Жалпы бұның екеуінің де шекаралары қиын емес деп ойлаймын. Бізде қантамыр шұңқырының құрамында енді не болады? Қантамыр шұңқыр құрамында сан артериясы, сан венасы, терең шап лимфа түйіндері, либо Пирогов Розен-Мюллері лимфа түйіндері деп атайды. Жалпы сан артериясы бізде сырт жақтан, яғни вена іш жағынан орналасады, артерия сырт жағынан орналасады. Бізде бұл екі қантамырда влагалищемен, қынаппен қоршалған. Осы артерия бізде венадан перегородка арқылы бөлініп тұрады. Енді жалпы біз подфасциальный слой барлығын теріден бастап послойына қарап шықтық. Енді біз осы сан үшбұрышының құрамындағы сан артериясы, артерия femoralis, nervus femoralis,
Енді артерия нервтердің әрқайсына жеке-жеке тоқталып шықсақ. Біріншісі бізде сан артериясы, артерия феморалис. Көріп тұрғанымыздай, бұл бізде мықын артериясының жалғасы болып келеді. Жалпы артерияның синтопиясы венаға байланысты болып келеді, яғни вена феморалисқа байланысты болып келеді. Және дағы тармақталуы жағынан да осы әртүрлі болуы мүмкін. Жалпы бізде сан артериясынан бізде 3 беткей тармақ кетеді дедік, иә? Жаңа ғана айтып өткен артерия эпигастрика суперficialis, артерия эпигастрика суперficialis, артерия циркумфлекса илиака суперficialis және дағы артерия пуденда экстерна et интерна. Бұларды біз бағана басында айтып өткенбіз, беткей артериялары, беткей тармақтарда. Келесі бізде сан нервы, нервус феморалис. Бұл бізде өте көптеген тармақтар береді, көріп тұрмыз, иә? Бұның беткей тармақтары, яғни рамус кутанео антериорис, бұлар бізде тігінші бұлшықеттің футляры арқылы жалпақ фасцияны нервтендіреді. Ал терең тармақтар болса, бізде 4 басты бұлшықетті және дағы қасағал бұлшықетті нервтендіреді, мускулус пектинейді. Санервы түсіндік, беткей тармақтары тігінші бұлшықетті, фасцияны нервтендіреді, терең тармақтары қасағал бұлшықеті менен 4 басты бұлшықетті нервтендіреді. Келесі бізде санның терең артериясы. Санның терең артериясы, артерия профунда феморис. Көріп тұрғанымыздай, сан артериясынан 1,6 см қашықтықта бөлініп шығады. Сан үшбұрышының құрамында. Артерия профунда феморис, яғни сан үшбұрышының құрамында сан артериясынан бөлініп шығады. Жалпы бұл санның терең артериясы 2 негізгі артерия береді, яғни 2 негізгі тармағы болады. Ол бізде ортан жілікті медиалды айналатын артерия, және дағы ортан жілікті медиалды айналатын артерия, және дағы ортан жілікті латеральды айналатын артерия. Артерия циркумфлекса феморис медиалис, артерия циркумфлекса феморис латералис. Енді бұларға жеке тоқталатын болса, артерия циркумфлекса феморис медиалис. Бұл медиалды артериясы бізде мықын бел бұлшықетінің ішкі жиегінде беткей және дағы терең тармақтарға бөлінеді. Оның беткей тармағы, яғни рамус суперficialis бізде көлденең бағытты жүреді дағы мускулус грациlusқа, яғни нәзік бұлшықетке барады. Ал терең тармағы рамус профундус. Көріп тұрғанымыздай, осы артерияның жалғасы болып келеді, және де сыртқы жапқыш бұлшықетпенен қасағал бұлшықетінің ортасынан өтіп, төмендеген және жоғарылаған тармақтарға бөлінеді. Оның жоғарылаған тармағы барады дағы бөксе аймағына дейін барып, бөксе артериясы менен анастомоз түзеді. Ал енді ортан жіліктің латеральды айналатын артериясы, артерия циркумфлекса феморис латералис. Ол медиалдыға қарағанда көлемі жағынан ірілеу болып келеді. Бұл бізде санның терең артериясынан немесе сан артериясының өзінен шығу мүмкін. Және дағы оның бізде жоғарылаған, төмендеген, көлденең тармақтарын ажыратамыз, рамус ascendens, рамус transversus, рамус descendens. Енді бұның тармақтарына тоқталайық. Жоғарылаған тармағы рамус ascendens. Тігінші бұлшықетке, яғни мускулус sartoris пенен тік бұлшықеттің ортасынан өтіп, бөксе аймағына қарай бағытталады, жоғарылаған тармағы. Және дағы оның жоғарылаған тармағы бөксе артериясымен анастомоз түзеді. Ал төмендеген тармағы рамус descendens. Төменге қарай тік бұлшықетпенен мускулус vastus intermedius'тың арасында жүреді. Бұл бізде төмендеген тармағы тізе буынына дейін, яғни оның артериалдық торына дейін жетіп, тізе асты артериясымен анастомоз түзеді. Және де есте сақтап қалатын нәрсе, именно төменгі тармағы бізде рамус descendens, артерия циркумфлекса феморис латералис, сан артериясынан немесе санның терең артериясының окклюзиясы, яғни бітелуі кезінде, бір жарақаты кезінде аяқты қанмен қамтамасыз ететін негізгі тармақ болып табылады. Осымен біз жалпы артерияларды тоқталып біттік. Енді артерияға тоқталдық, нервке тоқталдық. Ал веналар бізде аттас, дәл-медаль осылай жүреді, аттас веналар. Енді сан аймағындағы каналдарға тоқталайық. Бірінші бізде әкелуші канал немесе Гунтеров каналы деп атайды. Басқа суреттен көрсеңші оны. Әкелуші канал немесе Гунтеров каналы суретте көріп тұрғанымыздай, бұл бізде санның алдыңғы жүлгесінің жалғасы болып табылады. Бұл каналдың шекаралары. Бізде бұның латеральды шекарасы мускулус vastus medialis. Мускулус vastus это бізде
төрт басты болшығыд, яғни соның медиалды басы бұл бізде латералды шекарасын түзіп тұр. Ал енді оның медиалды шекарасы мускулус аддуктор магнус ұзын әкелуші бұлшығыт. Яғни төрт басты бұлшығыт пенен ұзын әкелуші бұлшығыттың арасында жарғақ мембрана ваза аддуктора осы каналдың алдыңғы қабырғасын түзіп тұр. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Латералды шекарасы мускулус вазус медиалис, медиалды шекарасы мускулус аддуктор магнус, одан кейін каналдың алдыңғы қабырғасын мембрана ваза аддукторика түзеді. Келесі бұл каналда бізде жалпы 3 тесікті ажыратамыз. Оның жоғарғы тесігі, алдыңғы тесігі және дағы төменгі тесігі. Осы тесіктер арқылы бізде әкелуші каналда ірің болған жағдайда, немесе флегмона, абсцесс болған жағдайда, бұл іріңдер яғни жоғарыға немесе төменге қарай таралу мүмкіндігін көре аламыз. Енді әрбір тесікке тоқталайық. Бұл тесіктерден бірінші жоғарғы тесікке бізде сан артериясы, артерия феморалис, вена феморалис және дағы террасты нерва нервус сафеникус кірді, көріп тұрмыз, иә? Нервус сафеникус кіреді. Ал бұның төменгі тесігі бізде тізе асты шұңқырына ашылады. Бұл жерде тізе асты артериясы, венасы солар шығады. Ал алдыңғы тесігі бізде осы ваза аддукторум дедік қой бағана, либо мембрана аддукторум, яғни осы каналдың алдыңғы тесігі бізде тігінші бұлшығыттың артындағы клетчаткаға, мына жерде тігінші бұлшығытты қырқып тастаған ғой, мені тігінші бұлшығыт былайын алдынан жабады ғой. Тігінші бұлшығыттың артындағы клетчаткаға төмендеген тізе артериясы менен венасы, артерия et vena descendens, genius және дағы nervus saphenicus шығады. Именно алдыңғы тесіктен. Енді төмендеген тізе артериясы, артерия genius descendens, ол бізде тізе буынының артериалдық торына дейін жетеді, және дағы асықты жіліктің қайырылмалы артериясы, артерия recurrens tibialis anterioris пенен анастомоз түзеді. Және дағы бізде алдыңғы тесіктен шығатын nervus saphenicus тізе аймағында вена сафена магна қосылып табанға дейін жетеді. Яғни вена сафена магна менен бірге табанға дейін жетеді. Жалпы енді бұл жерде әкелуші каналдың клетчаткасының көрші аймақтармен байланысы қалай байланысады? Бізде жоғарғы бағытта мына сан артериясы, сан венасы кіреді дедік қой бұл каналға. Яғни жоғарғы бағытта осы сан қан тамырларының бойыменен клетчатка сан үшбұрыш аймағына және дағы мықын қасаға шұңқырына дейін жетеді. Клетчаткасы яғни. Ал енді дистальды бағытта бұл бізде әкелуші каналдың төменгі тесігі арқылы тізе асты шұңқырымен байланысады. Енді, яғни түсіндік қой, тізе артериялар тізе арқылы бізде тізе асты шұңқырменен ірің кетеді деген сөз. Келесі бізде жапқыш канал, каналис обтураторикус. Келесі бізде сан аймағындағы өте маңызды құрылымдардың бірі жапқыш канал, каналис обтураториус. Яғни мына жерде жазылып тұр, запирательный канал дегеніміз, яғни жапқыш канал. Оның шекаралары, жоғарғы шекарасы қасаға сүйегі, қасаға сүйегінің горизонтальды сызығы нақтырақ айтатын болсақ. Ал төменгі шекарасы жапқыш мембрана және дағы жапқыш бұлшық ет. Жапқыш каналдың құрамында бізде артерия обтураторика, вена обтураторикус, яғни жапқыш артерия, жапқыш вена, жапқыш нерв болады. Жалпы егерде бұл артерия венаның синтопиясына келетін болсақ, сырт жағынан қарай бастау төменге қарай алады да. Яғни бірінші нервус обтураторикус орналасады, одан кейін артерия обтуратория және дағы вена обтуратория орналасады. Яғни вена ішке қарай орналасады артериядан қарағанда. Осымен біз санның алдыңғы аймағын топографиялық анатомиясын толық талдадық. Келесі енді бізде санның артқы аймағының топографиялық анатомиясы. Келесі санның артқы аймағы regio femoris posterior. Оның жоғарғы шекарасы бізде көлденең бөкселік қатпар, плика глютея деп аталады. Төменгі шекарасы бізде жаңа айттық, тізе үстінен, яғни надколениктан екі елі жоғары жүргізілген циркулярлы сызық. Бұл бізде төменгі шекарасы болып табылады. Енді медиалды шекарасы бізде қасаға симфизінен ортан жіліктің медиалды айдаршығына дейін жүргізілген сызықты айтамыз. Ал латералды шекарасы бізде қасаға сүйегі бар ғой, криста илиаканың алдыңғы жоғарғы қыры, яғни спина илиака антериор супериордан басталатын ортан жіліктің латералды айдаршығына дейін
байланыстыратын сызықты айтамыз, латеральды шекарасы деп. Енді бұл жердің біз шекарасын түсіндік. Вот медиалды сызық, латеральды сызық. Енді послойна қарастырайық. Бұл жерде тері өте андай жұқа болып келеді, және дағы тері асты клетчаткасымен бірігіп кеткен. Тері асты клетчаткасы өте жақсы дамыған. Тері асты клетчаткасында бізде қазір сурет көрсетіп тері асты клетчаткасында именно латеральды бөлігінде бізде санның латеральды терілік тармағы nervus cutaneus femoris lateralis тармақтары кетіп тармақтандырады. Ал санның жоғарғы және дағы ортаңғы бөліктерінде бізде санның артқы терілік тармағы nervus cutaneus femoris posterior тармақтары осы жерді нервтендіреді. Енді тері асты клетчаткадан кейін бізде меншікті фасция немесе жалпақ фасция дейміз. Фасция латта кетеді. Фасция латта біз жаңа айтып өткен латеральды шекара дедік қой. Сол латеральды шекарадан тығыз апоневротикалық перегородка береді. Бұл перегородка осы санның артқы аймағын алдыңғы фасциалды құндаққа және дағы артқы фасциалды құндаққа бөліп тұрады. Артқы бұлшықетаралық перегородка septum intermuscular femoris posterior бізде осы үлкен әкелуші бұлшықет musculus adductor magnustың артқы бетін жабады дағы артқы фасциалды құндақты медиалды фасциалды құндақтан бөліп тұрады. Біз жаңа медиалды фасциалды құндақты санның алдыңғы аймағын қараған кезде талдаған болатынбыз. Яғни бұлшықетаралық перегородка барады, артқы және дағы медиалды фасциалды құндақты бір-бірінен бөліп тұрады. Жалпы санның артқы аймағындағы меншікті фасцияда бізде бұлшықеттер, қан тамырлары, нервтер, лимфотендер орналасады. Енді санның артқы аймағындағы бұлшықеттердің барлығы бізде шонданай төмпешігінен басталады. Бұл жерде қандай бұлшықеттер орналасқан, яғни бұл жерде бүккіш бұлшықеттер орналасқан. Біріншісі ол бізде санның екі басты бұлшықеті musculus biceps femoris'тың, мынау бізде caput longus үлкен басы және дағы caput brevis қысқа басы екі басты бұлшықеттің. Одан кейін жартылай сіңірлі бұлшықет musculus semitendinosus. Одан кейін бізде жартылай мембраналы бұлшықет musculus semimembranosus. Яғни санның артқы фасциалды құндағында үш бұлшықет орналасқан. Екі басты бұлшықет, жартылай сіңірлі бұлшықет және дағы жартылай мембраналы бұлшықет орналасқан. Одан кейін санның артқы аймағында бізде орналасқан нервтерге тоқталсақ, бізде санның артқы аймағында өте ірі нерв nervus ischiaticus, яғни шонданай нерві орналасқан. Бұл бізде санның жоғарғы бөлігінде жалпақ фасцияның астында жатады, фасция латтаның астында жатады. Санның ортаңғы бөлігінде екі басты бұлшықет musculus adductor brevis дедік қой, соның жаңағы екі басты бұлшықеттің басыменен жабылып жатыр, көріп тұрғанымыздай. Одан кейін санның төменгі аймағында екі басты бұлшықеттің жаңағы бұлшықеттен медиалды өтеді дағы екі ірі бағанаға бөлінеді. Яғни қандай неге? Nervus tibialisқа бөлінеді және дағы nervus fibularis, яғни nervus tibialis это бізде асықты жіліктің нерві, nervus fibularis ол бізде кіші жіліншік нерві болып табылады. Енді бізде қанмен қамтамасыз етуіне келетін болсақ, санның артқы құндағында бізде өте үлкен магистральды артериялар жоқ. Санның артқы аймағын бізде қанмен қамтамасыз етеді. Тесіп шығатын артериялар артерия перфорантус қанмен қамтамасыз етеді. Жалпы на суретте артерия перфорантус тесіп шығатын артериялар. Осылар бізде санның артқы аймағын қанменен қамтамасыз етеді. Енді біз санның артқы аймағында білуіміз қажет, яғни іріңдіктердің таралу жолын білу үшін бізде санның артқы фасциалды құндағының көрші аймақтармен байланысын білуіміз қажет. Яғни бізде шонданай нерві ең үлкен нерв дедік қой, ол жоғарыдан бізде бөксе асты клетчаткалық кеңістікпен байланысады, шонданай нерві. Ал төменде бізде тізе асты шұңқыры клетчаткалық кеңістікпен байланысады. Және дағы тесіп шығатын артериялардың бойыменен бізде санның артқы фасциалды құндағы санның алдыңғы құндағыменен байланысады. Яғни
іріңдік осы шонданай нервінің бойыменен жоғары қарай кететін болса, онда бөксе аймағына өтіп кетеді. Ал егер дағы іріңдік осы шонданай нервінің бойымен төмен қарай кететін болса, онда тізе асты шұңқырына дейін кетеді деген сөз. Осымен бізде санның топографиялық анатомиясын толығымен талдап шықтық. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Каналдың лекциясын алғыларыңыз келсе, төмендегі сілтеме бойынша өте аласыздар.